Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі болып шығатын лупи-пай тортының рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және бір жасағаннан осындай әдемі болып шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып комментарий қалдырып қойыңыздар. Алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантты аз-аз мөлшерден салып отырып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қантты үстіне бірден салып жібермейміз, бөліп саламыз, сонда жұмыртқамыз өте әдемі болып көпіршитін болады. Қантымыз толық еріп кеткенше шамамен 4-5 минуттай жақсылап көпіршітіп араластыратын боламыз. 4-5 минуттай тоқтамай араластырамыз, нәтижесінде осындай көпіршік масса пайда болады. Енді су моншасында, яғни водяной баняда шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Шоколадтың, сары майдың барлығының мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа кіріп, бірме-бір қайталап жасап көріңіздер. Және бұл рецепт мастер-класстан алынған рецепт. Шоколад пен сары май толық ерігеннен кейін басқа ыдысқа тез суы үшін құйып аламыз және жаңағы көпіршік массамыздың үстіне аз-аз бөліктен құйып отырып, миксермен араластырып аламыз. Шоколадты массамыз қатты ыстық болмау керек. Егер қатты ыстық болса, жұмыртқаларымыз пісіп қалады. Сондықтан суыған күйде құямыз. Осылай екі массамызды толық біріккенше миксерлеп аламыз. Және миксерлеп болғаннан кейін елекке ұнымызды салып, ұнның үстіне қамыр қопсытқышты салып араластырып аламыз. Және араластырып болғаннан кейін сұйық массамызға аз-аз бөліктен ұнды салып, миксерлеп араластырамыз. Ұнның бар бөлігін бірден салып жібермейміз, көпіршіктеріміз басылып қалуы мүмкін. Ұнның жартысын салып болғаннан кейін енді елегімізге 40 грамм какаоны қосып араластырып аламыз және араластырып болғаннан кейін оны да осы сұйық массамызға салып миксермен жақсылап араластырамыз. Ұн мен какаоның барлық мөлшерін салып болғаннан кейін 1 минуттай тағы да миксермен араластырамыз. Ұн мен какаоның түйіршіктері қалып кетпеуін қадағалаймыз. Толықтай миксерлеп болғаннан кейін осындай масса шығады және көп кондитерлер айта бермейтін лупи-пай тортының құпиясымен бөлісетін боламын. Корждарымыз піскен кезде қап-қара болып тұру үшін осындай топ-декор деп аталатын пищевой красителден бір тамшы қосып жібереміз. Сонда корждарымыз қап-қара болып пісіп шығады. Краситель қоспай-ақ қоюға да болады, бірақ қап-қара қанық түс шықпайды. Неге бізде осындай масса шығады? Бұл красительдің ағзамызға ешқандай зияны жоқ. Енді дайын болған массамызды кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Кәдімгі қасықтың көмегімен де сұйықтығымызды бірдей бөліктерге бөліп пісіріп алуымызға болады, бірақ кондитерлік қапшықпен корждарымыз біркелкі бір тегіс болып шығады. Сондықтан осылай ыңғайлырақ. Дайын болған массамызды осылай кондитерлік қапшыққа құйып болғаннан кейін диаметрі 24 сантиметрлік форманы теріс қаратып, осылай үстіне пергамент қағазымызды салып, корждарымызды пісіретін форма дайындап аламыз. Осы формада корждарымызды пісіретін боламыз. Дайын болған пергамент қағазымызға енді жаңағы кондитерлік қапшыққа құйған массамызды осылай айналдырып отырып құйып шығамыз. Барлық шетін бірдей етіп құюға тырысыңыздар. Сонда корждарымыз піскен кезде біркелкі әдемі болып шығады. Осылай сұйықтығымызды құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, алдын ала қызып тұрған 170 градус пешімізде 7-8 минуттай қойып пісіріп аламыз. Корждардың піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шықса, пісті деген сөз. Жасалған формамыздың шетіне тигізіп құймаймыз, өйткені қазір ыстыққа кірген кезде массамыз шетіне қарай жайылады. Сондықтан шетінен 1 сантиметрдей қалдырып, содан кейін құйып шығамыз. Барлық коржиктарымызды дәл осылай видеодағыдай пісіріп аламыз. Бұл жерде бізде 4 бірдей коржик шығады.
Барлығын да осылай пісіріп аламыз. Жарты сағаттың ішінде барлық қожықтарымыз пісіп шығады. Өте тез уақытта дайындалатын торттардың бірі. Пісіп шыққан қожықтерімізді решеткаға қойып суытып аламыз. Мінекей осындай бірдей 4 қожық шықты. Енді бұлар суығанша кремін дайындауға кірісеміз. Салқын сүзбелі ірімшігімізді, яғни творожный сырды осылай миксермен біркелкі масса болғанша бір айналдырып аламыз. Содан соң үстіне 33%-дық сливкиімізді, яғни кілегейімізді қосып миксермен араластырамыз. Сүзбелі ірімшігімізбен сливкиді бір айналдырып болғаннан кейін үстіне елекпен өткізілген қант ұнтағын себеміз. Егер електен өткізбесеңіз, кремнің ішінде қанттың біріккен домалақ түйіршіктері кетіп қалуы мүмкін. Ол бізге кремнің әдемі көрінуіне кедергісін келтіреді. Сол үшін електен өткізіп алған дұрыс. Сливки мен творожный сыр қосылған массамызды осылай араластырамыз. Қою масса болғанша араластыра береміз. Креміміз өз формасын ұстап қалуы керек. Мінекей осылай миксерді алғанда, осылай формасын ұстап қалатын крем болғанда, креміміз дайын деген сөз. Енді осы дайын кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, тортымызды безендіруге ыңғайлап аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Астына жабысып тұру үшін осындай кремнің аз мөлшерін жағып қоямыз. Қождарымызды қойып жинай береміз. Осылай Whoopie Pie тортының шариктерін шығарамыз. Whoopie Pie тортының арнайы насадкасы болса тіпті жақсы. Сонда шариктеріңіз біркелкі болып шығады. Насадка болмаса да осылай кондитерлік қапшықтың басын түп-түзу етіп кесіп, осылай жасауға да болады. Дәл осылай 4 қожықтарымызды да жинап шығамыз. Мінекей бізде осындай биік әдемі тортымыз дайын болып шықты. Енді торттың бетіне ганаш дайындаймыз. Оған дейін дайын болған тортымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бетіне құятын ганашқа осындай шоколад пен сары майды су моншасында жақсылап ерітіп аламыз. Осылай ерітіп, әбден суытып, тоңазытқыштағы тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Осылай біркелкі бір тегіс етіп құйып аламыз да, шетін сәл-сәл басып, ганашты торттың төменгі бөлігіне сәл-сәл ағызып жібереміз. Ол өте әдемі көрінеді.
Осылай барлығын толық тегіс етіп орналастырып болғаннан кейін бетін әсемдеуге кірісеміз. Бұл жерде мен анардың дәндерін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Клубника немесе басқа да жемістер, шоколадтар қойсаңыздар болады. Өз фантазияларыңызға ерік беріп, бетін әдемілеп безендіріп шықсаңыздар болады. Осылай безендіріп болғаннан кейін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Сонда креміміз бен корждарымыз әдемі болып бір-біріне сіңеді. Мінекей тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт және бір жасағаннан-ақ шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.